Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге нарықтағы ең жақсы инфографикалық платформаны ұсынатын боламын. Мұны меңгеру үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Google'дың іздеу жолағына easel.lay деп жазамыз, ең бірінші сайтқа өтеміз. Әдеттегідей біз алдымен тіркелу жұмыстарын жүргіземіз. Create your free account дегенді басып, Google аккаунтымызды таңдаймыз. Және де мына жерде өзіміздің кабинетіміз болады. Одан кейін templates, яғни шаблоны деген бөлімге басатын болсақ, осы жерде көптеген дайын шаблондар бар. Яғни біз өзіміздің көптеген деректерімізді, идеяларымызды көрнекі түрде жеткізу үшін осы Easel.lay платформасын қолдансақ болады. Бұл жерде Easel.lay'дің дизайн құралы кез келген ақпаратты бізге визуализациялауға мүмкіндік береді. Бұл жерде ақылы түрлері де бар. Мысалы, мына жерде бір шаблонды таңдап, edit график деп өзгертіп көрейік. Өңдеу редактирование жұмыстарын осы шаблонға жүргізетін боламыз. Мысалы, мына жерге басатын болсақ, тақырыбын біз жазсақ болады, оның түсін, қаріптің өлшемін бәрін өзгерте аламыз. Мысалға, біз дәл осы презентациядағы көптеген слайдтарды бір бетке жинақтайық. Мына жерде компьютердің даму тарихының кезеңдері көрсетілген. Енді осыны біз оқушының есінде қалатындай етіп, инфографикалық тәсілде дайындайтын боламыз. Одан кейін біз өзімізге осы шаблонды тереңірек жақындатып алып, әрбір бөлімін өзгертетін боламыз. Мына бір фигураны кез келген жерге апарып қойсақ та болады, немесе осы жерден біз осы жазулардың барлығын өзгертіп шықсақ болады. Мен қазір тек өзгерте қоятын боламын. Біз өзіміздің бірінші дизайнымызды аяқтадық. Артық қажет емес заттар болатын болса, алып тастасаңыз болады, немесе осы картаны, яғни карточканы визуалды түрде әдемі дайындағаннан кейін өзіңіздің төменгі жақта инстаграмыңызды көрсетіп қойсаңыз болады. Әсіресе бұл көрнекілікпен айналысатын адамдарға да көп көмегін тигізетіні анық. Және мұнда егер электронды түрде осы карточканы инфографикалық стильдегі пайдаланатын болсаңыз, оған ссылка қойсаңыз болады. Яғни әрбір осы значоктың үстін басып, жоғары жақта мұнда линк деген бар, сол жерге ссылка орналастыра аласыз. Мына жерде қарайтын болса, графика деген бар. Яғни графика стилінде бізде көптеген осындай бейнелер болады, адамдардың суреттері болады. Біз мына жерде жаңа иконкаларды өзгертпедік, оның орнына мысалы мына адамдарды алып, осы жерге әкеліп те қолдансаңыздар болады. Мына жерде әбден текст жазуға арналған кез келген өзіңізге қажетті типін таңдап аласыз. Background деп отырғанымыз осының артындағы фондар. В основном бізде егерде осы фонды таңдайтын болсақ, осындай түсті фон таңдалып кетеді. Біз бастапқы кездегі фонға қойып қояйық. Одан кейін upload деген бар. Upload дегеніміз осы жерге кез келген файлымызды кіргізе аламыз. Яғни осы жерге әкеліп, кез келген бір видеомызды, изображениемізді өзіміздің қалағандай етіп өзгертіп қойсақ болады. Одан кейін templates деген бар. Templates дегеніміз шаблондар түрлі. Егер бұл шаблонды жасап болып, тағы да бір шаблон жасағыңыз келсе, онда add new page дейсіз де, осы жерден бір кез келген жаңағы шаблонды таңдап аласыздар, replace деп басып, ары қарай осы шаблонды өзгертіп жасай берсеңіз болады. Міне өте жақсы, әдемі жасалынған. Әсіресе қарап отырсаңыз, мына жерде география пәні мұғалімдері үшін де, тағы да жаратылыстану пәні ғылымдарына қолдануға болатын көптеген шаблондар бар. Басқа да шаблондарды сіздерге көрсетіп өтейін қазір. Мысалы, мына бір шаблонды алып қарайтын болсақ, кез келген бір мектепте түрлі сауалнамалар жүргізгеннен кейін, осының нәтижесін осындай инфографикалық тәсілде шығарсақ болады. Егер де сізге өзіңізге ұнаған шаблон болса, онда мұнда download дегенді басып, осы форматта жүктеп алсаңыз болады. Міне бізде жүктелініп жатыр. Қысқасы, easel.lay сайтының мүмкіндіктері сіздің деректеріңізді көркем әрі визуалды түрде ұсынуға мүмкіндік беретін нарықтағы ең жақсы инфографикалық платформа. Сондықтан бұл платформаның да мұғалімнің білім саласында жақсы сабақ әзірлеуіне көмектесетін тағы бір платформаның бірі болмақ. Сайтқа кіріп, тіркеліп, қолданып көріңіздер, қателеріңізге жарасын.